Адияти деген жаңағы сүрені білесіздер ғой Құранда. Адият, Алла Тағала тұлпарлармен ант еткен несіне қарасаңыздар, соны бір оқи салайық. Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адияти добха дейді Алла Тағала. Мысалына нәрсені елестетіңіз. Аллаға иман келтірмейтін бір адам, Алланы мойындамайтын, ақыреттен бейқам бір адам бір күшті тұлпардың үстіне мініп алған дейік. Шауып келеді сөйтіп. Ат деген енді жанын салып келетір ғой. Сонда Алла айтады: «Адияти добха». Сондай алқына шапқан тұлпарлармен ант етем дейді. «Фалмурияти қадха». Ана өздерінің табанына, тұяғына қағып қойған таға түнгі уақытта таң атпай тұрып, сәресі уақыты бар ғой, біз ораза ұстайтын, ауыз бекітетін, сондай кездегісін айтып отырды. Таңнан бұрынғы уақытта алқына шауып бара жатқан тұлпарлармен ант етемін. Тағы тасқа тиіп, ұшқын шашқан тұлпарлармен ант етемін дейді. Адамға қызмет жасап келе жатыр ғой. Үстінде қожайын отырды. Содан кейін айтады: «Фалмуғирати субха». Таңғы уақытта келіп, дұшпанға шабуыл жасаған тұлпарлармен ант етемін. «Фәсәрна бихи нахва». Шапқан кезінде артында шаңды бұрқыратып тастап кеткен тұлпарлармен ант етемін. «Фавасатна бихи жамға». Дұшпанның ортасына сен үшін жанын қиып кіріп барған тұлпармен ант етемін, өлсе беріп қалай деп. Сен қожайыны болып тұрсың, қара саған қалай бойсындырып қойым дейді. Енді саған керек дейді. «Иннал инсана лираббихи лаканут». Ал адам баласы ше, оған қарасаң Раббысын мойындамайды ғой дейді. Шүк, сен маған ондай емессің ғой дейді. Қара, Раббым, не істейін сен үшін деп, намаз оқиын ба, садақа берейін ба деген. Ал адам баласы болса сондай шүкірсіз дейді. Ал сен шүкірсіз болсаң да астың атты қойып қойдың дейді. Ойланып, сен үшін терлеп, өліп қалса да өліп қалады дейді ол. Адам деген қожайыныңа бойсын деп үйретіп қойған едім дейді осының бәрін. Күн мен айға да сол тапсырма берілген. Шығып тұрыңдар осы адам үшін деп. Міне, есебін өзім алам қияметте. Жаман бола ма бұлар, жақсы бола ма? Бірақ Алланың жағы несі жүріп жатыр. Қара тұлпарларды қалай шақыру тастап жатыр ғой. Міне, астыңа берген тұлпарым саған бойсынады, керек болса жанын береді, терлейді сен үшін. Міне, аямайды өзін. Құлап қап демаламай жатса да сен үшін жаралған екен да. Ал сен мен үшін не істеп жүрсің? «Иннал инсана лираббихи лаканут». Сөзсіз адам баласы Раббысына сондай шүкірсіз дейді. Неге? «Ва иннаху аля залика ла шахид». Өзі де Раббысы да осы күйіне куә дейді оның. «Ва иннаху ли хуббил хойри ла шадид». Адам деген жақсылықты тек өзі үшін сүйеді дейді ол. Жақсылық, дүниенің жақсылығына бола берсе екен маған деп. Амна күн мен айда қолымыз жетпесе де, Алла Тағала айтады: «Ва саххара лакумуш шамса вал қамара даибайни» дейді. Ибрахим, күн мен айда үздіксіз еріктеріңе бағындырып қойған ғой ол Алла. «Ва саххара лакумул лейла ван нахар». Түн мен күндізді де сендерге еріктеріңе бағындырып қойған. Осы адам үшін шығып тұршы, түнде келет, түнде демаласың дегендей нәрсе. Кейбір аяттарда, мысалы Қасас сүресінде Алла Тағала андай нәрсені де есімізге түсіріп кетеді. «Қул араайтум ин жаалаллаху алейкумул лейла сармадан иля яумил қиямати. Мен илахун ғойруллахи яатикум бидияин. Афала тасмаун». Ей адамдар, егер де осы түнді дейді, қазір түн келсе үстілеріңе, сол келген түнді қиямет күніне дейін ешқашан күндіз келмейтіндей мәңгі қараңғы қылып тастасам дейді. Қиямет күніне дейін. Алладан басқа қандай тәңір бар екен сендерге жарықталып келетін дейді. Сосын естімейсіңдер сендер дейді. Ал егер сол Алла мына күндізді ешқашан түн келмейтіндей қылып үстілеріңе қияметке дейін осылай үздіксіз қойып қойса, Алладан басқа қандай тәңір бар дейді. Міне, сұрақ тастап жатыр. Сендерге түнді алып келетін таскунуна фиха, түнге наны қосады. Түнді алып келетін әлгі өздерің тынығатын дейді оның ішінде. Түн болмаса, тынығу деген нәрсе кетеді екен ғой, бітті. Болды, адам тынығамайды. Ол біз ана түнмен күн ауысып жүргеннен ғой, вахтадағы жұмыстарда күндіз ұйықтап алып түнге жұмыс бар. Өйткені бұл екеуі ауысып кеп тұрғаннан кейін.
Егер біреу ғана болса, бітті, адамның бүкіл физиологиясы құриды, болды. Жарамайды ары қарай өмір сүруге. Афәлә туфсирун. Көздеріңді бір жұмсап қарамайсыңдар, көрмейсіңдер, сендер Алланың нығметін дейді бізге.